Егер біз ауа мұхитының түбінде өмір сүреміз деп есептесек, онда ауа тығыздығын біле отырып, ол мұхиттың тереңдігін бағалай аламыз. Белгілі бір күні теңіз деңгейінде орналасқан барометр 960 гектопаскальды көрсетіп тұр деп есептейік. Ауа қабатының тереңдігі қысымның ауа тығыздығы мен еркін түсу үдеуінің көбейтіндісіне қатынасы ретінде анықталады. Осылайша, жүргізілген есептеулер атмосфераның қалыңдығы өте жұқа екендігін көрсетеді. Бірақ жердің ең биік шыңдары іс жүзіндегі атмосфера шегінен әлдеқайда төмен орналасқан. Шын мәнінде ауа мұхиты теңіз мұхитынан өзгеше болып келеді. Себебі суға қарағанда ауа сығылғыш және жоғарғы қабаттағы ауа массасы төменгі қабаттағы ауа массасын сығады. Сондықтан жер бетіне жақындаған сайын ауа тығыз, ал қысым үлкен болып келеді. Егер атмосфералық қысым мен биіктік арасындағы арақатынасты көрсететін графикке қарасақ, біз жердің 8848 метр болатын ең жоғары биіктігіндегі ауа қысымы теңіз деңгейіндегі ауа қысымынан 3 есе аз екенін байқаймыз.